Қазіргі кезде біз осы Қарағай ауданы Құрық ауылында теңіз жағалауға келіп, аққулардың өлікселерін алып, оны жаңағы бізде өз арнайы сол өртейтін жер бар, сол жерге апарып өртеп жатырмыз. Бүгінгі кезде де, қазіргі кезде де мына жерде келіп, кешеде 12 бас аққуды өртесек, бүгінгі кезде қазіргі мына айналаның бәрін малдар келіп тергеу жасап, 8 аққуды қазір өртейін деп тұрмыз. Жалпы бұл құс тұмауы ауруы, жұқпалы ауру Ақтау қаласына бізге осындай тапсырма келді, сол жақта өлікселер өліп жатыр дейді. Содан кейін бізде өзімізде осы кешеден бері осындай шараларды қарап, аққулардың өлікселерін өртеу жұмысымен айналысып жатырмыз. Алдағы уақытта да күнделікті осы бақылау жасаймыз. Күнделікті кезде таңертең түс мезгіл кешке жақын осы өлікселердің бәрін қарап, өлікселерді утилизацияға апарып, өртеп, сондай жұмыстар жасап жатырмыз. Алдағы уақытта да осы жұмыстарымызды жалғастыра береміз. Бұрын 2006 жылы болды, өте көп жағдайда аққулар өлді. Сосын былтырғы кезде Ақтау қаласынан шықты, бірақ біздерге мына ауылдағы тауықтарды егуге қарсы шараларды жүргіздім, бірақ осындай теңіз аймағында ешқандай аққу өлген жағдай кездескен жоқ былтырғы жағдайда. Биылғы жағдайда міне кездесіп жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Негізінде карантин енгізуге тиісті бұндай жағдайда. Негізінде карантиннің өзі 40 күн ғой, сонда сол 40 күн бойы біз бақылауымыз керек. Бақылау жұмыстарын жасауымыз керек бұған. Әрине қауіпті. Бұлан теңіз жағасына ауландары келуге болмайды. Және ауылда басқа құстар бар ғой, тауық басқа. Солардың бәрі сол құс тұмауына қарсы вакцинаға егілу керек. Вакцина 300 құсқа жарайды қазір, 300 құс бар жоғары. Тұрғындарға айтарым, ешқандай мына теңіз жағаға келуге болмайды. Ауылда ұстап отқан құстарын іштерін таза ұстап, жалпы сақтықта болу керек. Менің атым Атакаева Амангүл Ырзағалиқызы, Құрық ауылының ветпункт басшысы.